ата бабаларымыз жерді білектің күшімен, найзаның күшімен десе, мен қазіргі заманда айтам, ол ақылдың күшімен, зейіннің күшімен өмір сүретін заман қазір. Ақыл мен зейін, осы екі ақ нәрсе қазір. Зейін фокус, чтобы не болсын, зейін деген фокус, внимание. Өйткені қазіргі әлеуметтік желілерді алсаң, олардың барлығын істейтін, олар сендердің зейіндеріңді аулау. Өйткені қазіргі экономиканы қарасаңдар, бұрын бұлай болатын. Сен бір тауар шығарасың, егер сол тауар шығаратын заводтың иесі болсаң, сенің өмірің уже бітті. Сен өмірің біткенше кейін кайфовать етіп бересің. Болды, сен тауар шығаратын заводтың иесі. Қазір ондай емес. Мына келе жатқан заман бұлай. Бірінші адамның зейінін қағып алу керек. Бірінші адамның зейінін қағып алу керек. Ол бір. Екінші, ол адамның зейінін ұстап алу керек, ұстап тұру керек. Үшінші, ол адамға өзіңнің ақпаратыңды сата білу керек. Ол ақпарат үш нәрседен тұрады. Сенің тауарың туралы ақпарат және оның құндылығы. Сенің тауарлыңды қалай қолдану керектігі. Үшінші, сенің тауарыңды қалай сатуға болатынын. Осы ақпарат сатқаннан кейін барып, сосын барып сен тауарыңды сата аласың. Сондықтан тауар сату қазір зейіннен басталады. Қазір байқасаңдар, жастардың көбісі қазір интернеттен бәрі заказ беріп алады ғой. Бұрынғыдай біз сияқты дүкенде жүріп, бәрін шубыт етіп не ететін заман жоқ. Қазір бәрі экраннан алғаннан кейін ол бірінші зейін. Ал енді мысалы қазір егер сіздер көбісі ойлайды, особенно мына офлайн заводтың нелері, қазір мен сайт ашам, бәрі керемет болды. Мен айтмай, сайт ашқанмен оған трафик кім алып келеді? Ол трафикке әкелу үшін оған контент керек. Оны қызықтыра білу керек. Иә, қызықтыра білу керек. Оның зейін ұстап алу керек. Сондықтан зейіннен басталады бәрі. Қазір барлық экономика ол зейіннен басталады да. Мысалы айталық, сен мысалы Шонбай университеті, сендердің конкуренттерің кім мысалы? Сендердің конкуренттерің мына Аяз Шабудинов емес, Курсер емес. Сендердің конкуренттерің Netflix. Өйткені 24 сағаттың ішінде адамның зейіні 12 сағат дейік. Сол 12 сағаттың ішінде Netflix бар, ішінде Қуаныш Шонбай бар, ішінде басқа Instagram бар. Instagram. Сондықтан сен олармен бәсекелесесің. Сен басқа Аяз Шабудинов басқалармен емес, Курсермен емес. Сондықтан қазіргі бәсекелестік басқаша қаралады. Ол бір салада істеген кәсіпорындар емес. Мысалы, егер бұрын бұлай болатын, егер мен білім беру саласында жұмыс істесем, онда менің конкурентім онлайн Курсер, Udemy, Аяз Шабудинов, тағы біреулер солай. Қазіргі экономика ондай емес қой. Зейінді ұстап қалатын контент үшін қазір талас сол кезде, сол кім жақсы алады сол. Основны қазір барлық тайталасын бәрі осы зейін үшін. Ал зейін үшін ол уже тек қана білім беру саласы емес, оның ішінде бәрі бар, кино да бар. Зейінді ұстап алу үшін тек қана эмоциямен жұмыс істеу керек. Кез келген адамның зейінін қағып алу үшін эмоцияны сразу авария, төңкеріс, бірдеңе, бір эмоция, адамның эмоциясын шығаратын бірне ақпарат жариялау керек. Не сурет, не текст, адамның эмоциясын туғызатын. Ол бір. Екінші, сен эмоцияны туғыздың, 100 адам өзінің зейінін аударды саған, мысалы, назарын аударды, сен парақшаңа келді. Келгеннен кейін сол 100 адамның ішінде 40 адамы хейтер болады. Міндетті түрде, ол статистика, ондылармен күресіп керегі жоқ. Сен аласында 40 адамдарды банға жібересің. Өйткені ол сенің аудиторияң емес. Сен 100% адамға ұнай алмайсың, не жазсаң да, не істесең де. Ол табиғаттың заңы. Сондықтан ондай адамдармен жұмыс істемеу керек те, мүлдем ол тиімсіз. Ол адамдарды дос қылу, ол адамдардың несін көңілін табу деген сөз болмау керек. Ол тиімділік. Энергияң бәрін алып қояды. Қайсы сияқты кесіптейсің, сен менікі емессің, сен басқа Аязға бар, Курсерға бар, басқа жерде сен менікі емессің, отдыхай. Міне менікі мынау. Өз аудиториямен ғана жұмыс істеуің керек. Сондықтан мына хейтерлер пайда болғанда олармен жұмыс істемеу керек мүлдем. Өйткені оларды айналдыруға тырыспау, көп энергияң кетеді, күш қуатың кетеді, эмоционалдық энергияң кетеді.